Өрік теріп жебедім, жеген өрік көк екен. Іште тісте ауыртқан сол өрікке ренжулі берікте, ренжулі серікте. Енді өрігін бірінші рет жейін деп тұрмын. Талдан түскен екен. Так, бісміллә. Кореяның өрігінің дәмін көрейік. 맛있어요. 맛있어요. Бүгін не істейміз? Bugün oynayımız ana tavuğa varamız. Market, süpermarket aralayımız. Сені алып барайын ба сізді? Anedin samakat жалдап алайық та. Самокатқа мініп алайық, бір самокатқа сөйтіп тауға барайық. Қазір біз Home Plus'un жанында жүрміз. Мама екеуміз қазір кіріп, ішінде не бар, не жоқ, барлығын сіздермен таныстырып, анаусын, болмайды ондай. Мусорын лақтырып жіберіп кетіп барадыр ғой. Бұған не дейсіздер жалпы? Актриса ойбайды, бүйтіп көтерген сайын ертең ойлап қалады ғой. Осындай бір ютубта жүріп бір халыққа дұрыс нәрсе көрсетіп отқан жоқ деп. Не бәле ғой? Наншын көреміз ба? Наншын көріп кеттік ал. Нандай білесіз ба, бұрын себушім ғой мен. Алып берушіңіз қандай? Білмеймін ба. Нандай Мерседес себейін ба? БМВ жоқ, Масқара прикол сенгі абу. Женский жер ғой ман бұл. Мен не қатысым, мен не істеймін сонда? Мынау сумкалардың түрлері, цветтері қаттан да көзге түседі да негізі ше. Әскерлерін түсіріп жатсам. Маяқтағы ішіндегі аксессуарларды мен таныстырып кетейін. Көңіл тоқ болса болды ғой. Яқа білетін нәрсесін өтіп қойды. Короче, күшті екен. Кішкентай ғана. Әдемі заттар бар екен тегі. Нандай цветте бар. Кішкентай игрушкалар әдемі. Қыздарға керек заттар көбінесе маяқта. Масқара күшті болыпты. Алда ол бақ қойыпты. Маяқтың ремендер айтқандай бар ғой. Шыны керек, мен көп көрмегем мынандай ремендер. Кәдімгі мықты брендпен, мындай качестволары да өте керемет та аналардың ше. Тура алдында айғырдың суреті тұрады, тура өзіме ұқсайтын. Үлкен қыз бол, сосын алып беремін. Актриса мамам. Мен өзім актерский оқығам ғой негізінде. Мамам оқымай-ақ актриса да. Айтшы, бір бәл дейші? Ойбай, мен актрисамын ғой. Актриса мен мамам. Мамам жай адам емес, мен мамам актриса. Сендер ейтін амаңдар. Наяқтың ауасы влажный. Келген адамдар терлеп жүреді. Мен шынды керек бар ғой. Мен футболкамен жүрмін. Осының өзінде бір вентилятор керек болып тұр да, маған бір ауа керек болып тұр кәдімгідей. Киген шалбарларымыздың бәрі кішкене қатты бір ыстықтаған кезде ботыңа жабысып қалады да. Ма печеньелер күшті. Печеньелер әдемі екен. Мынау не екен, ей? Жұмыртқа ғой. Жұмыртқамен нені араластырып жатыр? Ішінде мал. Штативімді алып, алдымда міне көріп отқан оқырмандарыма иншалла бір күшті контент ұсынайшы бір. Штативімді алып алсам иншалла. Осыны неяқты сөзім бар ғой, орындықтарында бір тіреп қоятындай бір жері жоқ та, қол жетімсіздік болып жатыр да, короче, бұл айтқанда. 1 миллион тұрады ғой. Мен 1,5 миллиондығын алайын деп отырмын мысалы. Бәлем, негізі бәлесі. Өзім алам ғой. Керісінше төңкеріп қайырып тастаған ғой ондай нелерін, беттерін, экрандарын. Жоқ, бұл созылады. Жел тұрғанда құлап қалады деп ше. Сен неме боранда шығайын деп тұр қалады? Мен боранда да жүре беремін, мен оқырмандарым үшін бәрін істеймін мен. Жаңбырдың астында тұра қалып, қарға жатып, қардың астына сүңгиім. Өтіп береді сразу. Кептіріп қанша? Кімді? Бұл кептіріп жатыр ғана қазір. Бұл сразу гладилкада үтіктейді ішінде. Тегіс қылып шығарады кейін. Тіл байлығы жетпей, қазақша сөйлеп кетті ғой мама. Иго olma요? 그거는 200만 원 되나요? 2 миллион. Камера көріп қалдық. Офистерге қоп қойып, өзің телефоныңмен любой жерде істеп көріп отыра берсең болатын аушы. Шашыңды көшеде жүріп жолда кетіп берсем, мысалы жатып қалса шашың пирулап ала бересің да мынамен. Өзі қызартыстығымен. Төшіргін. Міне Bluetooth Bluetooth. Мына зарядтайтыны бар, мына астына зарядтап қой. Как караоке микрофон сияқты ғой. Бизнес бастап кетті, тұрып, короче.
Бірақ ұрайын ба мынандайларды сата береді. Короче, бұл жақта ше. Андай холодное оружие деген нәрсе емес қой. Бізде алдында анау не алғаннан кейін не ағып жаңа алдырып тастаған жоқ па бұндай бәлен. Яқта бар екен. Сол біреусін аласам ба деп қоям. Ұрғанын өлтіресің ғой, горчинамен ше. Прям өлтіресің ғой. Сөзге келмейді ғой, короче. Банк қой, короче ше. Бұлар бұмен добунит, біз болсақ бұны төбелеске алып шығамыз. Че там? Мынандай бейсболдардың мынандай нелері тұр. Перчаткалары барлығы бар ғой, неқта, Мен андай спортивный магазиндердің ішінің өзінен мынандай бейсболный нелерді көрмеген тек. Потому что бізде бейсбол ойнамайды ғой әлі. Вот, құпиясы осы, достар. Мам, андай кішкентайларды біз жұмыста жейміз ғой. Тамаққа қосып жегенге алып кеп береді осындай балықтарды бізге. Не қыл дейді құсын. Анау мынаның досы дей ма, не дейді, бір-біріне деп отыр, короче. Неше түрлі балықтан жасалынған күріш араласқан бірдеңелер. Атын білмеймін. Бағалары 5490 воннан. Сол нанның бағасы 22.000, ойба 22.900. Обедке жейтін тамақтар ғой, короче, бұлар, примерно, Сондай мына бургерлер ішінде. Жеміс-жидектерге дейін бәрі бар ішінде тамақтардың. Зор. Мына помидор, мына жүгері, мына перловкалар бар ғой, күріштер өздерінің осы жерде. Красный жаңағы горох сияқты нелер қосып пісіреді да. Яғни көп жейтін мен. Мына ішінде чикен, тауықтың еті, креветки, мынақты бургерлерді, бургердің ішінде сыр, жүгері, нелер салып қойған да. Қызыл капуста сонда салып қойған ішіне. Күшті шығар, Кәдімгі капуста араластырылған. Тәтті шығар. Бұның астында еще Мама таныстырғанда аузымнан сөл бөлініп кетті кәдімгіндей. Жегім кеп кетті, жегім кеп. Денем дірілдеп кетті. Деп андай өз-өзім ұстай қалдым. Мына жақта дайын пиццалар ғой, короче, келесің, аласың, үйіңе барасың, микроволновкаға саласың. 2,5 минутқа қойып қоясың. Шошқамен жемеймін, Сонымен жей бересің. креветкемен жеймін. Шошқамен жемеймін, креветкемен жеймін десең мыналар. Кетші, жағалар. Сүт ішесің бе? Мороженое ішесің? Ай, ішпеймін. Ішем, но бірақ қазір емес. Латте дейсің ба, капучино дейсің ба, андай кофе дейсің ба, мындай кофе дейсің ба. Короче, кофелердің түрінен латте, капучиноны ғана білем, қалған білмеймін. Жырыңыз қайттық енді құрсын. Жүре берсек, ертеңге дейін жүре беретін түріміз бар мынаның іші. Мынаның іші деген мына басынан ана басына дейін бару үшін кәдімгідей энергия керек. Бір күніңді осы жерге арнауың керексің. Бұл бірінші этажы, жоқ бұл подвал мынау. Бірінші этажына көтерілесің, жаңағындай аксессуарлар андай-мындай. Одан тағы екінші этажына көтерілесің, тоже осындай заттар бар. Мен түрім көрінбей қалып жатыр ғой деймін. Телефон ориентир ұстай алмай жатырмын. Миың ашық болады, не жейтініңді білмей қаласың келгеннен кейін. Жазып келген списокқа обязательно бар ғой, сен мысалы 50 мың теңге жаратам деп келсең, примерно бір 150 мың теңге жаратып шығасың ғой мынаның ішінен ше. Потому что алмайым деген заттың барлығы көз алдыңда тұрса қалай алмайсың оны. Не деген маркетинг деймін да. Бүгін субботаға елдің бәрі дем алып, адам көп, ойбой. Қыздары ғой Кореяның. Маған қарашқан жаным. Жаным несі шында. Қазір данный момент бір желді болып тұр, қатты емес, бір самал жел бетіңнен өпкенде қоңыраулатқанда басқа не айтып кетсең. Сонымен короче кетіп баратырық мама екеуміз. Көпірге барып, көпірде не істейміз? Көпірде тикток түсіреміз, көпірден секіреміз деп ше. Алдында андай. Сеулда білесіз бе, 120-ші этаж не істейміз десе, секіреміз 120-ші этаждан деп. Мамамен түсіріп жатқан влогтары мынау ататын болса, сіздерге лайк бас, комментарий жазып, қолдау білдіріп, подписка жасап каналға жақсы влогтар шығуына себепкер болыңыздар. Бізге бір мотивация берсеңіздер, дұрыс па мам? Мотивация беріңдерші бізге. Мотивация жетпей жатыр. Иісін, дәмін салып жіберетін бір жаңа нәрсе ойлап табамыз, сосын иісін, дәмін сіздерге салып жіберетін боламыз алдағы уақытта. Бір штраф, бір телефонның құны ғой почти. Дұрыс айттым ба? Өтірікті періп жатырмын ба? Дұрыс айтып жатырмын ба? Дұрысы да бар, бұрысы да бар, білмеймін ғой секілді.
Мынау сок, тура осы соктың мороженый түрі бар. Тура осындай мороженый. Биде мороженое бар. Дәмі деген ненің дәмі не ұқсайды бір? Қауынның дәмі. Қауынның ба бір күшті дәмі осы. Бұны ішкен кезде де махаббатпен ішесің дейді. TikTok түсіріп өліп жатыр. Менімен жарысып жатыр, короче. Мама маған ұсыныс тастап жатыр. Алдағы уақытта бір жаңа жаңалықпен YouTube-қа кіріп келуіміз мүмкін. Естеріңізден шықпасын, естеріңізде болсын.